Сәлем достар, біз бүгін 10 сабақтың соңында қалған 2, 4, 6 сөз, 6 сөзді соңына дейін өтеміз. Просто кішкене өшіріліп өтіледі. Сондықтан назар салып отырыңыздар, өткен соңында қалған 6 сөздің кішкене иероглифтері көбіректен екен, 2-ден 3-ден болған. Бірінші сөзі бізде жыдау. Жыдау дегеніміз білу, білем. Мысалы, жыдау, о жыдау, мен білем. Жыдау, білу деген мағынаны білдіреді. Жыдау. Жы, пе, хың, пе, на. И артында кішкене ко. Дау деген сөзіміз ден немесе пе, на. Қарамарыз хың, пе, шоу, хың жы гоу. 2 хың ішінде астын жабамыз. Ден хың жы жы пе. Яғни жерінде. Жыдау, білу. Мысалы, о жыдау ханю. Мен Қытай тілін білемін. Білу деген жалпы мағынасы. Келесі жыдаудан кейін ден хуа. Ден хуа. Бұл телефон деген мағынаны білдіреді. Ден хуа. Телефон болғанда есімізде болсын, сотовый телефон емес. Қолымызға ұстайтын телефон емес. Не телефон? Домашний үйдегі сыммен орнатылған телефон. Ден хуа. Ден деген сөзіміз шу хың жы гоу, жыны жазып аламыз. И шу ван гоу. Хуа ден хың жы ти, пе, хың, шу, астында коу. Міндердегі ден хуа деген сөзімізде ден деген сөз өзі жалғыз электр деген мағынаны білдіреді. Кәдімгі тоқ, электр дегенді білдіреді. Хуа дегеніміз сөз. Сонда біз тоқта сөйлейтін электронды сөйлеу не? Телефон. Бұл сотовый телефон емес, сотовый телефонды қазір артынан айтамын. Ден дегеніміз электр, хуа дегеніміз сөз. Ден хуа болса телефон. Келесі сөзіміз хаума. Бұл хаумамыз неге қолданады? Мынау 4-ші тон. Хаума. Хаума. Бұл телефон нөмірге қолданылады. Хаума. Қандай нөмір? Мысалы, оды денхуа хаума, менің телефон нөмірім. Мысалы, о жыдау. Жаңе үйренген жыдау. Білу. О жыдау. Жыдау. Ниді кімнің? Сенің. Денхуа. Нені? Телефон. Қандай? Мысалы, телефон. Несін? Нөмірін. Хаума. 我知道你的电话号码. Мен сенің телефон нөміріңді білемін.我知道你的电话号码. Мен сенің телефон нөміріңді білемін. Сондағы хаума нөмір. Хаума. Наны өшірейін. Керек болса тоқтатып өздеріңіз жазып аласыздар. Хаума. Хау дегенді бағана жазып кеткемін, алдыңғы сабақта өтіп кеткемін. Ма дегеніміздің алды мына сөз есімізде бар ма? Не сөз? Мен ең алғашқы таяқшаларды өткен кезде сіздерге кішкене иероглифтер жазу басталған кезде жеңілірек болу үшін шән, шы, ту, тен, жы, юе, шөй, хо деген сөздерді өтіп берген. Есімізде бар ма? Тау, тас, топырақ, тен, егіндік, поля, су сияқты, күріш, ағаш деген. Сондағы мына сөз не сөз есімізде бар ма? Бұл шы, тас деген сөз. Шән, шы, шән, шән, шы, ту, тен деп өткем, сондағы шы, тас деген мағынаны білдіреді. Ал артындағысы немене? Ат, жылқы. Енді екеуі қосылып, хаума, 3-ші тонмен тұр.
номер деген мағынаны білдіреді, иә? Так, енді біз Қытай тілінде 1-ден 10-ға дейінгі санды 99-ға дейін, 100, 1000, 10 мыңға дейінгі сандарды мен сіздерге өтіп бергенмін. Иә? Былайша айтқанда Қытай тілінің 10 мыңға дейінгі саны өтілген. Енді бізде ең басындағы 0 деген сан бізде өтілген жоқ. 0 деген сөз. Иә? Қытай тілінде қалай айтылады? Осы 0 деген сан. Иә? 0 деген сан Қытай тілінде линь деп айтылады. Линь. 0 деген сөз, иә? Линь. Линь, 0. Басы хың, пе, хыңғы, бұл жердегі хыңды сәл кішкене жазамыз, иә? Шуды жазамыз. 2-ден немесе пе. Қарама қарсы, пе. На. Бұл жерде пе, на. Жинтен дегеннің башаға жазылады. Бұл жерде ден. Хың, пе. Бұл жерді қарасақ, басын алып сызақ мұна сөз немене? Жинтен деген, бүгін деген мағынаны білдіріп кетеді, иә? Енді осының астына кішкентай ден жазады екенбіз. Бұл линь 0 деген мағынаны білдіреді. Иә, 0. Кәдімгі 0 деген цифрды линь деп айтады екенбіз. Біз өйткені 1-ден 10 мыңға дейінгі сандарды үйрендік қой, иә? Енді. Ал енді келесі сөзіміз бізде шоу-чи. Шоу-чи дегеніміз қол, телефон, немесе біздің қазіргі істеп жүрген мобильный телефон дейді ғой. Сотовый телефон, иә? Шоу-чи. Шоу дегеніміз өзі жалғыз, кәдімгі адамның қолын шоу деп айтамыз. Чи дегеніміз техника. Иә? Қол техникасы. Немене қазір бізде? Аспабы. Қол, телефон. Иә? Сотовый телефон. Шоу. Пе, хың, астында хың үлкенірек жазылады, шу, ку. Чи ағашты жазамыз, есімізде бар ма? Ағаш деген му, е? Артында неше, қанша дегендегі чи қосылады, екен қосылады, шоу, чи, сотовый телефон, е? Бұл жерде шу дегенде жалғыз өзін беріп кетті тоже. Шу дегеніміз жаңа айттым, жалғыз өзі. Қол дегенді білдіреді. Адамның қолын шу деп айтады, е? Шу, үшінші томмен, е? Шоу, чи. Екеуі де үшінші тонмен айтты. Бірінші тон, жиіміз бірінші тон. Бәсе, шоу-жи. Шоу-жи. Міне бұл 10-шы сабақтың соңында қалған сөздер. Жидау. Е, жидау. Міне жердегі мұнау бірінші тон, е? Просто мұна маркермен кейде қате жазылып кетеді, е? Жидау. Білу. Білем деген сөз, е? Жидау, білу. Денхуа. Денхуа дегеніміз телефон, үй телефоны, е? Хаума дегеніміз номер, телефон номерлер. Жаңегіндей есік, паспорт номерлеріне қолданылмайды, көбінде бұл телефон номерлерге қолданылады, е? Хаума. Мысалы, жихау деп айтады, мысалы, нешінші номер деп айтамыз, ол хау бөлек, мұна хаумамыз номер бұл көбінде, негізінен көбінде телефон номерлерге көп қолданылады, е? Линь 0 деген сан, е? Цифр. Линь. Шоу-чи. Үшінші тон, бірінші тон. Шоу-чи. Шоу-чи дегеніміз сотовый қол телефон. Шоу дегеніміз қол. Жидау. Білу. Білем. Жидау. Білу. Денхуа. Телефон. Хаума. Номер. Линь 0. Шоу-чи. Сотовый телефон. Шоу, қол. Жидау, білу. Денхуа, телефон. Хаума, номер. Линь, 0 цифра. Шоу-чи, сотовый телефон. Шоу, қол. Жидау, денхуа. Хаума, линь, шоу.
Жақсы достар, міне бұл біздің 10-шы сабақтың соңғы сөздері. Енді келесі сағатта осы 10-шы сабақтың осы сөздерді қалай қолданған жайындағы диалогы көбін диалог болады. Шоу-чи, екеуде үшінші томмен айтты. Бірінші том жиіміз, бірінші том. Бәрлігін бәсек шоу-чи. Сіздер жаттап алады деген. Шоу-чи. Сіздеріңізге сәттілік. Рахмет.